Biz келесі жолы кіреміз. Жарай ма? Әке, кірекші. Әке, кірекші. Балалар, сендер де мені түсінсеңдерші енді. Оның үстіне ана ауылдағы қораның есігін жабуды ұмытып кетіппін. Немене енді? Бір ай үйді көреміз деп бүкіл малымызды айырыламыз ба? Олай болмайды енді. Қызым, келесі жолы кіреміз. Жарай ма? Неге келесі жолы қазір кірекші? Кірекші. Қызым, мен де түсінші енді. Келесі жолы міндетті түрде кіреміз. Жарай ма? Ақшаңыз түсіп қалды. Қандай ақша? Мына 3 сом ақшаңыз түсіп қалды. Жоқ, бұл мен ақшам емес. Бұл сіздің ақшаңыз. Қалтаңыздан түскенді өзім көрдім. Алыңыз. Жоқ. Билеттеріңізді алыңыз. Балаларыңыз күтіп қалды. Уайымдамай көре беріңіз. Өзіңіздің билет алатын артық ақшаңыз бар ма? Ол жағын уайымдамаңыз. Біз келесі жол келетін болдық. Иә, балам? Қойыңыз онда. Жоқ. Айып етпеңіз. Онда мына ақшаңызды ала алмаймын. Алыңыз. Біздің де қораның есігі ашық қалыпты. Сіздің де қораның есігін өзім жаба салам. Уайымдамай ішке кіріп көре беріңіз. Қызыңыз күтіп қалды. Кіре беріңіздер. Кіретін болдық па? Иә, кіретін болдыңдар. Жүріңдер. 3 билетіңнен бері қой, бауырым. Әлихан, әнеңе қарындасыңа жақсылап қара. Балам, есіңде ме? Мен саған жақсы адам болу, жақсылық жасауды үйретіп едім ғой. Міне, сол жақсылықты сен қазір жасадың. Мен сол кезде циркке кірмегеніме әкеме өкпелеген едім. Бірақ әкемнің сол іс арқылы маған өмірлік ең үлкен сабақ бергенін кейін түсіндім, бала.